Sizben birge qaytalanlar. Miyimizni oyatayık, oylarımızı sergiteyik. Miyimizni oyatayık, oylarımızı sergiteyik. Miyimizni oyatayık, oylarımızı sergiteyik. Ko'ngilda bir keremet mi? Ko'ngilda bir keremet mi? Bugun biz sizlarga ayb, sa'tlik, shabot, ko'ngil kuy, yaxshi o'y tilaymiz. Hozir bolalar jo'q shabri, Allohdan shabri, bir-birimizga bir-birimizga misol, Nurqat bugungi sababini sa'tlik qilib o'tibdi. Ben to'xtamiz. Qani chiqdim. Rasul. Sog'liqda sa'tlikni. Sabaqda кезде үйді басасыңдар, балалар. Сол үйді басқан кезде екі топқа бөлінесіңдер, сол бойынша қазір бірден топқа отырып кетейік. Қане, келе ғой, Нұрқат. Жақсы. Келесі. Аяз. Жақсы. Келесі. Так, келесі. Ераз келе ғой. Өз ойында балалардың отырасыңдар, әрқайсыңды аты жөндеріңді кім қазір үй тапсырмасын, топ тапсырмалар сұраған кезде әрқайсыңның атын басып отырған айтады. үй жылыны. Ми және жұлын дейді. Тексеріп көрейік қазір. Міне, жауапты дейді балалар. Жеткізу жүйесі. Алиға. Дененің сезімдерін жеткізу дейді. Жақсы. Atlettik екен. Бірнеше жұмбақтар айтайын. Сол жұмбақтарды шешейік. Сол арқылы бүгін қаламыз. Өзі кішкентай, өте үлкен денедегі бүкіл жұмысты өзі реттеп жүрген кім ол? Ми. Қол көтереміз балалар. Алихан жарайсың. Ми. Жақсы. Келесі. Көрмейсің, бірақ басқарады. Сөйлетеді, жылатады, қимылдатады, қимылдатпай тұрмайды. Орталық жүйке жүйесінің қызметі қандай? Орталық жүйке жүйесіне не өтеді? Не жаңағы орталық жүйке жүйесіне? Кеше айтып ма, мысалы, жаңағы кешеде өткен сабақта біз өткенбіз, мысалы, рефлекс. Жақсы жарайсыңдар? Рефлекс. Аштық пен ұйқыны, көңіл күйді біледі дененің тепе-теңдігін бөлімнен тұрады дегенбіз. Жаңағы омыртқаларда жалпы 5 бөлімнен тұрады дегенбіз. Соның ішінде сүтқоректіге біз адам жатқандықтан адамның да миы 5 бөлімнен тұрады екен. Ол алдыңғы ми, ортаңғы ми, аралық ми, мишы және сопақша ми деген. Ми дегеніміз ол қай орналасады екен олар? Баста ми сауытында орналасады екен. Міне, алдарында көрсетіп тұр, ми сауыты. Ми сауытының ішінде ашып қарасақ ми екен. Мидан біз не көріп тұрмыз балалар? Тамыр көріп тұрмыз, тамыр не үшін қажет екен біздің миымызға? Қорекпен нене жеткізеді? Оттек жеткізеді, ауа жеткізіп тұрады екен, біздің миымыз жұмыс жасау үшін. Эмоция, гормондар бәрін мен реттеймін. Қимыл болмаса, адам қалай жүрмек? Алтыныз болмаса, қимыл қайдан келмек? Тоқтаңдар, бәрің де маңыздысыңдар. Мен сендерді байланыстырып тұрмын, ұмытпаңдар. Сыртқы ортадан белгі келсе, так. Алғаш жауап беретін мен емес пе? Бір миымыз ғана емес екен, яғни 5 миымыздың өзінің әрқайсының атқаратын қызметі бар екен. Сондықтан да олар бір-бірімен өте тығыз байланысты екен. Жаңа бүгінгі біздің өтетін жаңағы 4 ми, себебі айтып кеттім, үлкен мисың арқылы келесі сабақта өтеміз, ол жеке параграф ретінде өзі. Оның адамда бұл мишық тепе-теңдігін жоғалтатын болса, уақытымен қалпына келуіне болады екен балалар. Яғни уақыт өте келе өзі адам жұмыс жасаған кезде жаттығулар әртүрлі
не дейді? Көру және есту рефлекстері. Жаңа айттық, көру ортаны ми, яғни қорғаныш рефлекстер не жауап береді дедік? Болды ма? Ал енді жаңа топ тапсырмада барлығы бірінші бөлім екі қолмен бірдей жұмыс жасаймыз иә балалар? Біз өзіміз қорытамыз. Көрдіңдер ме балалар? Жаңағы мысалы дайын жаңағы телефоннан қаралған дайын ақпараттан гөрі мида мысалы оны анау не істейді екен деген секілді бір әңгіме оқысаңдар, сол әңгіменің ойланып, сендер соңына тапсырма. Так, Алиханмен Нұрқат тұрдырсыңдар. Кім асылымен балауса, жаңағы екеуі, аяғысы екеуі. Қарағандышпен, бұл жерде балалар керекті сөздерді жұлын тікелей қай бөлімге жалғасқан? Балауса. Қай негізге жалғасқан? Жұлын іспетке жұлынның жалғасы деп қарастырдық. Мишық, жақсы мишық. Келесі. Жүйке орталықтарын басқаратын ми бөлімі. Жүйке орталықтарын басқаратын ми бөлімі. Жаңа өздері орында аралық ми. Орында қапсырады. Жақсы. Түсінікті дейді жақсы, асылы. Бүгінгі сабақ 7-ші сыныпта өтті. Сабақтың тақырыбы ми бөлімдерінің құрылысы мен қызметі. Сопақша ми, артқы ми, ортаңғы ми және аралық ми. Оқу мақсаты 7.1-7.4 орталық жүйке жүйесінің бөлімдерінің құрылысы мен қызметін салыстыру. Осы оқу мақсатына сәйкес сабақтың мақсаты орталық жүйке жүйесінің бөлімдерінің құрылысы мен қызметін салыстырады. Сабақтың барысы. Сабақтың ұйымдастыру кезеңі жүйелі әрі тиімді ұйымдастырылды. Психологиялық ахуал қалыптастыру мақсатында қолданылған көңілді ми оқушылардың белсенділігін арттырып, оқу әрекетіне оң мотивация қалыптастырды. Топқа бөлу кезеңі уақытты үнемдей отырып, ынтымақтастық атмосферасын орнатуға мүмкіндік берді. Нәтижесінде сыныпта жағымды ахуал қалыптасып, оқушылар сабаққа толық дайын күйде кірісті. Бүгінгі сабақта оқушылар ми бөлімдерінің құрылысы мен қызметтерінің тақырыбын меңгерді. Сабақ барысында топтық, жұптық және жеке жұмыстар тиімді ұйымдастырылды. Сұрақ-жауап, ойлан талқылан, ұсын, дұрысын тап, жылдам жауап әдістері оқушылардың сыни ойлау дағдыларын қалыптасуына мүмкіндік берді. Жасанды интеллект видеоны қолданып сабақтың қызықты әрі түсінікті етуіне ықпал етті. Кейбір оқушылар терминдерді шатастырғанымен қосымша түсіндіру арқылы оқу мақсатына жеттік. Жалпы сабақ мақсаты орындалды. Оқушылар орталық жүйке жүйесі бөлімдерінің салыстырып білімдерін бекітті. Бағалау барысында дескрипторлар тиімді болды. Оқушылар өз нәтижелерін көріп, кері байланыс бере алды. Келесі сабақта терминдерді өмірмен байланыстырып, практикалық тапсырмаларды көбірек енгізу арқылы оқушылардың білімдерін тереңдетуді жоспарлаймын.